Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл-Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді Наполеон торттың рецептісімен бөлісемін. Бұл торттың қамыры қатпарлы болады және де осы видеода оның өте оңай дайындалу жолын көрсетемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен електен өткізіп алған ұнға жарты шай қасық тұз қосып араластырып, кейін мұздатқыштан енді шығарылған қатты сары майды дәл осылай үккіштен өткіземіз. Видеода көрсетілгендей әрдайым ұнға араластырып отырып қосамыз. Келесіде бір жұмыртқа және де салқын қаймақты қосып, алдымен осылай күрекшемен, кейін қолымыздың көмегімен бір үлкен қамырға қосып жинаймыз. Бұл қамыр қатпарлы болғандықтан қолымызбен қатты жұмыс жасап, біркелкі қалыпқа келтіру қажет емес. Бар болғаны осылай біріктірсек жеткілікті. Барлық қамырдың салмағы 800 граммнан астам шықты. Енді оны мен осындай арнайы ас үй таразысының көмегімен шамамен 80 граммнан 10 бөлікке бөлдім. Қамыр қатпарлы күйінде қалып, сары май қол температурасында еріп кетпес үшін қамырды көп ұстамаған жөн. Қамырдың бетін осылай целлофанмен жауып, тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қоямыз. Сол уақыт аралығында қайнатпалы кремін дайындаймыз. Бірден пешке қоюға болатын ыдысымызға қант, жұмыртқа, ванильді қант, ұн мен жүгері крахмалын қосып, венчикпен араластырамыз. Кейін 400 мл сүтті қосып, орташа отқа қойып, әрдайым қоюланғанша араластырып тұрамыз. Кремнің астыңғы бөлігі күйіп кетпес үшін міндетті түрде әрдайым араластырып тұру қажет. Шамамен осындай қою крем қалпына келуі тиіс. Кейін бұл қайнатпалы кремді басқа ыдысқа салып, целлофанмен тегізіп, бетін жауып, толықтай суығанша бөлме температурасында қалдырамыз. Сіздер осы қамыр мен кремді бір күн бұрын дайындап қойып, тортты келесі күні бірақ жинасаңыздар болады. Қамырды бір данадан алып, қалғанын әрдайым тоңазытқышқа салып қоямыз. Әрдайым ұн сеуіп отырып, қамырды жұқалап жаямыз. Мен ыдыс диаметрін 21 см қылып алдым. Және де піскен уақытта қамыр шамамен 2 см кішірейтін ескерсек, торт менде 19 см диаметрде болады. Алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 7-8 минуттан қызарғанша пісіреміз. Барлық 10 қамырды да дәл осылай пісіріп шығамыз.
Біздің корждарымыздың барлығы пісті. Енді жан-жағында қалған қамырды шетке қоямыз. Ол бізге әшекейлеуге қажет болады. Енді кремді толықтай дайындаймыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды миксермен араластырамыз. Кейін оған қойылтылған сүт қосамыз. Және де біздің алдын ала дайындап алған қайнатылған кремді аз-аздан салып отырып барлығын біріктіреміз. Біздің креміміз дайын. Енді барлығы видеода көрсетілгендей тортымызды жинаймыз. Ең соңында қамырдың қалған бөліктерін үгітіп, оған сәл қант ұнтағын қосып араластырамыз. Және де торттың жан-жағына осылай әсемдейміз. Тортты дәл осылай классикалық үлгісінде қалдырсаңыздар да, немесе қалауларыңыз бойынша түрлі жеміс-жидектермен қосымша әсемдесеңіздер де болады. Біздің Наполеон торты дайын. Шын мәнінде бұл торт көпшіліктің сүйікті тортына айналып, өте көп сұранысқа ие. Және де өзінің сондай қайталанбас дәмімен, әрі әдемі бейнесімен де басқа торттардан ерекшеленеді. Тортты дәл сол күні кессеңіздер, осылай кремі мен қамыры жұмсақ болып, ерекше нәзік болады. Ал бір күнге тоңазытқышқа қойсаңыздар, кремі қамырға толықтай сіңіп, дәмі тіпті өзгеше болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.